Сәлем достар, қазіргінің сапалы осындай хит тақияларын өзіңіз тігіп үйренгіңіз келсе, каналымызда толық видеосы салынды. Каналға өтіп, лайк басып, тіркеліп, бізді қолдап отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге тақияның тігілу жолын көрсетемін. Екі түрлі тақия. Оған керек нәрселер мындай: мата, түрік велюрі, екі түстен алып отырмыз. Сосын мынандай паутинка, клей, немесе клей деп аталады. Осындай физелин, қатыру үшін. Сосын тақияның лекалысы, қайшы, сызғыш және ручка. Тақияның лекалысы 20 диаметрі. Осыны материалға бұлай қойып, 20 өлшемде өлшеп алып, бұлай екі асты және үстіңгі беті қылып, екі дөңгелек сызып қиып алатын боламыз. Екі түсті материалдан да дәл солай. Дөңгелегінен кейін жанын екі тақияға екі түстен тақияның мындай жаны болады ғой, соны қиып алатын боламыз. Оны енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, кейбіреулер жалпақ болғысы келеді, кейбіреулер жіңішке болғанын қалайды. Сол сияқты. Енді мен қазір 5 сантиметрлік жіңішке сондай қыздарға арналған тақия тіккім келіп отыр. Енді біздікі ондай қалың болмайды, жіңішке болады. Сол үшін қазір мына жерде 10 сантиметрден екі асты, үсті бүйтіп бүктегенде екі асты да, іші де, сырты да осындай біркелкі болатындай етіп жасаймыз. Сол үшін 5 сантиметр қылып 10 сантиметрден осылай қиып алатын боламыз. Тағы біздің басымыздың өлшемі қажет. Өлшемді оны адамның басын айналдыра мынандай ленталық метрмен бүйтіп басын айналдырып өлшеп алатын боламыз адамға. Енді көбіне стандарт қазір 50, қыздарға 57, 58. Негізі әйел адамдарға өлшемі сол стандарт болып келеді. Сол арқылы біз қазір тақия тігеміз. Міне қараңыздар. Матаның үстіне қойып осылай лекаланы.